Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Кәмшат. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында дайындалатын өте дәмді, нәзік рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 4 жұмыртқа. Осы 4 жұмыртқаны ақуызы мен сарыуызын ажыратып алатын боламыз. Біздің ақуызды ажыратып алатын ыдысымыз құрғақ, таза болуы қажет. Барлығын осылай ажыратып шығамыз. Ал енді қантымызды екіге бөліп, жартысын ақуызымызға саламыз, жартысын сарыуызымызға салатын боламыз. Енді осы жерде мен сарыуызға қантымызды салып, ары қарай ала тұрамын. Ендігіде ақуызымызға қантымызды салып отырып, миксерлейтін боламыз. Міне бізде осылай шайқалды, төңкерген кезде ақуызымыз ақпайды. Ал енді біз сарыуызымызды шайқайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, күнбағыс майын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң қопсытқыш қосылған ұнымызды енді сарыуызымызға қосып жақсылап араластырамыз. Ұндарымызды бөлікке бөліп, елеп өткізетін боламыз. Сонда жақсы араласатын болады. Енді ұнды араластырған массамызға ақуызымызды қосамыз. Миксермен емес, силиконды күрекшемен немесе қасықпен араластыруға болады. Осылай жоғарыдан төмен араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі қамыр шықты. Енді осыны пергамент қағазына салатын боламыз. Пергамент қағазына салып, жаймен бетін тегістейтін боламыз силиконды күрекшемен.
қамырымызды духовкада 180 градуста 15 минут пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды противеннен шығарып алатын боламыз. Мына жерде мен астына уже дайындап орамал жайып қойдым. Орамалымызды сулап дымқылдап дайындап аламыз. Қамырымызды противеннен шығарып, абайлап осы орамалдың бетіне жайғастырамыз. Сындырып алмаймыз. Пергамент қағазын абайлап шешіп, алып, ыстықтай күйі жаймен орайтын боламыз. Тестаны ыстық күйінде орау міндетті. Суығанда орасаңыздар сынып қалады. 20 минуттай қойып қоясыздар, толықтай суиды сол кезде. Мінекей біздің рулетіміз суыды. Осылай болып шықты. Енді салмасын өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен мұнда вареный сгущенка қолдандым. Сіздер варенье, джем, және де сливки мен крем жасап салсаңыздар да болады. Ал мен бұл жерде суды не үшін қолдандым десеңіздер, жаңағы сгущенка жабысып дұрыс жағылмауы мүмкін. Сол себепті қасығымды сулап, оңай алынып, жағылу үшін қолданамын. Салмасына вареный сгущенканы қолданамын, өйткені бізге отбасымызбен осылай ұнайды. Өткенде малинамен жасап көрген вареньясымен, бірақ біздің қатты көңілімізбен шықпады. Осылай өз отбасыларыңызды әдемі, тәтті рулетпен жасап қуантсаңыздар болады. Сгущенкасын салып болдым. Енді ақырындап орасаңыздар болады. Қорықпай орай берсеңіздер болады. Сыну, жыртылу деген болмайды. Мінекей достар, біздің рулетіміз дайын. Енді бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетін әсемдеуге сахарный пудра қолданамын. Одан кейін Қазақстан шоколадын ерітіп, бетіне узор жасайтын боламын.
сахарный пудрадан кейін осылай Қазақстан шоколадын еріту арқылы бетін әсемдеймін. Бұның барлығы өз қалауларыңызбен, бұлай шоколадпен әсемдемей ақ жей берсеңіздер де өте дәмді. Бұл рулетті бір жасағаннан кейін қайталап жасай бергілеріңіз келеді. Дәміне сөз жоқ, дайындап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.